балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чан Зыжың. Операторы Гуан Жиан Шион. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юи Шиман, Басын, Юи Ляуэй, Танго Чан, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жан Жинда, Хуан Жан Чун және басқалары. Құбылай хан. Бірінші бөлім. Бұл 1215 жылы Қытайдың Сұң патшалығы, Моңғол хандығы, Шүршіттердің алтын хандығы сияқты үш мемлекет қатар ірге жайып келе жатты. Осы тұста Моңғол даласында аса қуатты бір күш пайда болды. Шыңғыс хан өзінің үшінші ұлы Үгідей мен төртінші ұлы Төлейді бастап, Шүршіттің алтын хандығына жорыққа аттанды. Шыңғыс хан мен Үгідей қолы алтын хандығының қолымен бетпе-бет шайқасып жатқан кезде, алтын хандығы арнаулы қосынды аттандырып, Моңғол қосындарының артқы шебін айналып өтіп, Төлейдің ордасына тұтқиылдан шабуыл жасады. Дәл осы кезде Төлейдің әйелі Сорқақтани толғатып жатыр еді. Ханым, шыдаңыз, ханым, шыдаңыз, ханым, шыдаңыз, ханым, сәл шыдаңыз. Шүршіттер келіп қалды. Қашыңдар, тез қашыңдар, тез болыңдар. Тез барып, Сорқақтаниді қорғаңдар. Осы сәтте болған жайдан хабар алған Төлей шағын қосынмен келіп жеткен еді. Ол қанды қырғын шайқасқа кіріп, өзінен бірнеше есе көп жаудың бетін қайтарды. Ханым! Ханым! Жоқ! Жоқ!
Осы кезде ордадан сәбидің іңгелаған үні естілді. Осы сәбидің алдағы ғұмыры тұтас бір мемлекеттің тарихымен және соғыс өрті лаулаған қан майданмен байланысты боларын әке жүрегі сезді ме екен? Уа Тәңірім, маған ұрпақ бергеніңе мыңда бір тәубе. Тәңірім, арыстанның айбатын, жолбарыстың қайратын, тозбайтын ақыл, кең пейіл бере көр. Сен Шыңғыс ханның тұқымы, менің ұрпағымсың. Сен Моңғол халқының болашақ үшін дүниеге келдің. Сенің атың Қобалай болады. Қобалай! 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 9 жылдан кейін. Құбылай, тасташ қойыңдағы кітабыңды. Кеттік жүр, бәйгеге түсеміз. Кетірш. Осы бір құрып қалғыр кітапты кім берді саған? Жүр, кеттік, бәйгеден келген соң оқырсың. Моңғол жігіттерінің істейтін жұмысын істесеңші. Иә. Бұл кітапты маған апам берген. Өзі бір өте қызықты кітап. Тағы біраз күте тұрш. Тап білем. Қуып жетсең сенікі. Сені қорғат деп бедің. Ендігер айтасың ба? Айтшы қане! Мә саған! Мен саған көрсетейін! Күйек, қодандырма! Ендігер айтасың ба? Құбылай, ұрсам өз бауырын дұрып жатырмын. Сенің жұмысың қанша? Төбелесіп жатыр ғой. Анан қара! Ұрма! Ұр! Аяма! Ұрма дейім саған! Алдап таста. Ұрма! Тиіспе Құбылайға! Ұр, аяма! Сол керек Тиіспе! өзіне бақ шенді. Тағды ұр. Ұрма! Анан қараш. Ханым! Соқталдай болып қараш өзіне. Есіңде болсын. Қоданға тиісуші болма. Ханым, қараңызшы. Қараңыз. Соқ, аяма. Аяма. Ұрсаң шенді. Әй, Құбылай, тарт қолыңда. Ол өзі ғой бастаған. Балам, амансың ба? Тұра ғой. Қане көрейін. Бір жерін жарақаттанып қалған жоқ па? Құбылай, бұның не сенің? Күйік қой, қоданға тиіскен. Апа, күйік әкемнің көкөшегі берген сақасын тартып алды. Ештеңе болған жоқ па? Бұл қайткендерің, Сендерге не жетпей жүр? Ағайынды екеуің жабылып, күйігімді сабап жатырсыңдар ғой. Қоданға бірінші боп тиіскен өзі. Жетер, жап аузыңды. Апа! Көкөшу, сен айтшы, айтсаңшы. Айтсаңшы, не ағып тұрсың, айтшы. Біздің үйдің үш баласы бірін-бірі сабапты дегенге кім сенеді? Моңғол ордасында Құбылайды кім білмейді. Бұрынғы сазда енді, міне, адам сабайын деген екен ғой. Саған мұны кім үйретті? Ханым, бұл менің кемшілігім. Балаларды дұрыс тәрбиелей алмадым. Мен сіздің екі ұлыңыздан кешірім сұраймын. Жақсы емші тауып, екі ханзадаға ем-дом жасатам. Емші шақыртып әуре болмай қой. Тілінің майдасын қарай көр. Одан да мына ұлдарыңа ие бол. Дұрыстап тәрбиеле. Ескертуіңіз орынды, ханым. Жүр күйік. Жүр кеттік. Одан көкешу, не қарап тұрсыңдар?
бәріне сен күнәлісің. Кім саған арамызға түстеді? Өзімнің де әлім жететін еді ғой. Жарайсың, бауырым. Келесі жол араларыңа түссең, күшік болып кетейін. Ей, кел бауырым. Інішегім менің. Бар, ағаңа жейтін бірдеңе әкеп бер. Ағаң ертең саған үлкен көжек ұстап әкеп береді. Айтқаным айтқан. Маған қояның керегі жоқ. Маған дәуіт керек. Жарайды, арқар ұстап бер десең де көнейін. Бар, тез. Арық бұға, бұларды не істегелі жүрсің, а? Айтуға болмайды. Алма демеймін. Ал. Бірақ апаңа айтып ал. Айтшы. Оны не істейсің? Айтсаң болды. Ағам маған айтпа деген. Қайсы ағаң айтты? Құбылай. Ағаң ертең саған үлкен дәуіт ұстап әкеп береді. Апамыз көрмесе болды. Ол кісі көріп қойды. Бірақ мен мұны сендерге апарып беретінімді айтқан жоқпын. Құбылай, арық бұғаны жұмсаған сен екенсің ғой. Иә, менмін. Арық бұға, ағаңның сөзіне ерген екенсің ғой. Олай болса сен де тізерле. Апатай, қателік менен кетті. Бауырымның не жазғы бар? Енді қорғаштай бастадың ба? Апа! Апа қараңыз, Бату ағамның маған ұстап әкеп берген қояны. Көрдіңдер ме қандай үлкен қоян? Үлкен қоян. Бату ағам екеуміз шаршап өле жаздадық. Құбылай, сен бір сағат тізерлеп отырасың. Болмаса бүгін тамақ ішем деп ойлама. Бір сағат деме, сен өзің тізерлеп отыра бер. Мен қоян союға кеттім. Аға, апамнан кешірім сұрасаңшы, шаршайсың ғой. Кетші бар, қояныңды сой. Оның аты Ина. Ұлы даладағы ең әсем қыз. Ол атшы құрданның қызы. Менімен бірге өсті. Менің ең жақсы досым. Апам мені жазалаған сайын, ол маған ән айтып береді. Бір 1224 жылы 9 жасар Құбылай Қарақорымда 4 жылдан астам уақыт жорықта жүрген Шыңғыс Қаған мен оның қалың қолын қарсы алып, алдынан шықты. Ұлы Қағанды жеңісімен құттықтаймыз. Ұлы Қағанды жеңісімен құттықтаймыз. Қара, осы ат па? Иә, дәл өзі. Тұлпар деп осыны айт. Мініп көрейін.
Тоқтатыңдар, тоқтатыңдар оны. Жолдан кетіңдер! Құбылай тұр! Қашыңдар! Кешіріңізші. Әй, шикөкпе. Атқа мінуді үйренсең етті. Астыңдағы атыңа ие бола алмағаның қалай? Жоқ, менің атқа тақымым мықты. Мына ат өте асау екен. Тізгінге ие бола алмай қалдым. Өтінем, апам айтпаңдаршы. Жарайсың, балам. Басқа бала болса мынандай асау аттан баяғыда құлап түсіреді. Әй, сенің атың кім? Менің атым Құбылай. А? Менің атым Құбылай. Құбылай! Өй, ақымақ, мен сенің әкең боламын. Әке! Тез, атаңа сәлем бер. Ата! Құбылай. Атаң саған атқа міну өнерін үйрететін болады. Ата, мені күте тұрғызшы! Соңымнан ер, бар күшіңді сал. Ата! Моңғол даласы менің әкем. Ондағы өзен сулар менің анам. Ал жылқы деген біздің бауырымыз. Адам мен ат бір-біріне серік болғанда ғана жаһанды жалпағынан басамыз. Ата, мен шыға алмаймын. Алдыңнан кедергі кездескенде, бойыңдағы қара күшің емес, ақылыңа сенгейсің. Атыңды жетектеде қарғып мініп, үстіне қон. Жарайсың, балам. Ұлы қаған жасасан, Моңғолдар жасасан. Ұлы қаған жасасан, Моңғолдар жасасан. Ұлы қаған жасасан. Шарап беріңдер. Көтерек! Көтерейік!
Отырыңдар. Таңғұттар көп жылдан бері іргемізден жау болып тиіп, тыныштық бермей келе жатыр. Қазір біздің қосындарымыздың өз бабында тұрған кезі. Шеріктеріміздің мерейі үстем, атымыз қоңда, қару жарағымыз мықта. Дұшпанда кеткен кегімізді қайтаратын орайлы сәт туды. Бәрекелді. Бәрекелді. Тамаша. Бәрекелді. Дұрыс айтады. Таңғұттарды бағындырғаннан кейін күн батысқа жорыққа тануымыз керек. Бұл алапат қанды жорық болады. Мен бұрын ол жақта болғам. Олардың жылқылары біздің жылқымызға қарағанда сүйекті. Сондықтан ерте бастан қамдануымызға тура келеді. Бұл жайлы сендер не ойлайсыңдар? Пікірлеріңді айт отырыңдар. Хан әке, Қытайлар атқанша сүйен биік болса, күші де сонша есе көп болады дейтін көрінеді. Аттары биік болса, олардың күші басым болғаны. Құрда, сенің асыл тұқымды жылқы өсірер мүмкіндігің бар ма? Хан ием, ойластырып көрейін. Дегенмен, бұған біраз уақыт кетеді. Хан әке, әлемде монғолдарға тең келетін жауынгер халық жоқ. Біздің жылқыларымыз жаратылысынан ыстық суыққа төзімді. Егер оның тұқымын өзгертсек, қиын жағдайға қаламыз ба деп алаңдаймын. Жылқының тұқымы өзгерсе ештең етпес. Ол бар болғаны жылқы ғана ғой. Ең бастысы адамның тұқымынан кінәрат шықпасын де. Масқараның көкесі сонда болады. Бауырым, бұл сөзіңді қалай түсінсек болады? Жай әншейін. Біздің хан әулетіндегілердің барлығының қаны бір. Сондықтан тілегіміз де бір. Егер қанымыз таза болмаса, күндердің күні болғанда арамыздан сатқындар шықпасына кім кепіл? Мен өмір бойы хан әкеммен жорықтарға бірге келем. Жамандық ойлаған жерім болған емес. Бүгін мені кекетіп мұқатып не айтқалы отырсың? Өмір бойы жорықта жүрмін дейсің. Ондай болса біз не істеп жүр екенбіз? Сенің тегіңде күмән бар екенін кім білмейді? Өзіңше мақтанып, лепіріп отырсың. Сенде бет бар моса? Мені келе кететін сен кімсің? Сенің менен қай жерің артық? Соғыстарда сіңірген менің еңбегім сенен көп. Әскер басқару мен ел басқаруда сен менің шерегіме келмейсің. Бұл істе өзіңді менімен салыстыра алмайсың. Жекпе-жек шайқаста да мергендікке келгенде де саған есе жіберер болсам, бас бармағымды кесіп берейін. Сенен қорқат деймісің? Келші бері. Келсең кел. Қызбаланба. Тұр былай. Қызбалыққа салынбаңдар. Менде жұмысың болмасын. Кет деймін. Қазір Кел мұнымды бері. бет қылып. Бері кел. Мұны екеуі бірге не болды солай? Міне саған. Тоқтатыңдар. Қойыңдар, керіспеңдер. Мәс саған. Саған керек осы ма? Тоқтатыңдар. Қаныңды суша төгермен. Дүлей, сен бармай қойш. Қойыңдар. Өлтіремін. Жібер. Қойыңдар. Жібер деймін. Жетер аға, қойыңыз шаға. Сабыр етіңіздер. Жібер деймін мен саған. Тұр былай. Қойыңдар деймін. Ағайынды адамдардың қырқысқанынан артық қасірет болар ма? Монғолдардың күші, оның береке бірлігінде жатқан жоқ па? Сендердің әжелерің, менің анам, он жебені ұстап-ұстап сындырмақ болсаң, қанша күшті болсаң да, сындыра алмассың деуші еді. Хан әулеті деген атты біз өзіміз қойғамыз жоқ. Бұл бізге өзгелердің қойған аты. Сендер осыны ұмытқан сияқтысыңдар. Соны ойлап, қайғыдан қарайып отырмын. Жүрегімді қан жылаттыңдар ғой. Хан әке, жаздым.
Бүгінгі саятта өтте жақсы көзге түстіңдер. Мынау сендерге аталарыңның берген сыйлығы. Рахмет, ата, рахмет. Ұзын сақал, Қаған, сен бір нәрсені байқадың ба? нені айтасыз? Менің кей немерелерімнің үйінде қымбат заттар өте көп. Ал Төлейдің үйіндегі балаларда ондай заттар бір-бірден ғана. Қаған, тым байқампассыз ау. Сорқақтан өте жақсы әйел. Ол аман болса, Төлейдің балалары ешкімнен кем болмайды. Балалар, аталарыңа көрсетіңдер. Қандай қымбат заттарың бар? Мөңке, сен неге бұны таңдадың? Мен жебе сияқты мерген болғым келеді. Жебе біздің монғолдардың атақты мергені. Мына садақты көргенімде сол мерген есіме түседі. Жарайсың. Құбылай. Мынау бұрхандардың таспиық екен. Мұны қандайда бір қасиетті ағаштан жасадым екен? Жоқ, ата, бұл өте қарапайым ағаштан жасалған. Онда неге сен соншама көп асыл бұйымдардың ішінен бұрхандардың таспиығын таңдап алдың? Соны айтшы. Ата, бұл жердегі заттардың барлығы алтын, күміспен бағалы бұйымдар. Бізде бұлардың қай-қайсысы да бар. Үйімізде жоғы тек осы ғана. Солай де. Ендеше кете беріңдер. Рахмет, ата. Ұзын сақал, Иә, жаңағы баланың сөзінен көңіліңе не түйдің? Қаған, уәзіріңіздің айтуға дәті жетпей тұр. Екеуміздің арамызда айтылмайтын сөз болмау тиіс. Мен тек ананың тәрбиесін алудың жөні бөлек болатын байқадым. Сөзіңнің соңын жұтып қойдың ғой. Қаған, сіз данышпан адамсыз. Менің айтайын дегенім, Сорқақтан ебегім баланы жақсы тәрбиелейді. Дегенмен Құбылай ханзаданың бұрхандардың таспиығын таңдауы көңілге көп ой салады. Бұл оның аттан түсіп ел басқаратынын меңзеп тұрғандай. Қаған, монғолдар ат жауында жүріп, жаһан кезгенді жақсы көретін халық. Сол себепті олардың көбі садақ пен жебені, қылыш пен қанжарды таңдап алады. Ал Құбылай ханзаданың таңдауы басқа. Ол алысты көре алады. Мың 226 жылы монғолдар өз қосынын мұздай қаруландырып, жасақтап алғаннан кейін Таңғұт еліне жорыққа шығуды ұйғарды. Бұл не бір жойқын шайқастардың бел ортасында жүрген Үгедей мен Шағатай үшін үйреншікті жағдай болғанымен, балғын ханзадалар Құбылай мен Күйік үшін ерекше жорық еді. Олар Шыңғысханның осы жолғы жорығына көшпенділердің көнеден келе жатқан салты бойынша өздерін қан майданда сынап, шыңдап қайтуға шығып еді. Моңғол қолбасшылары, батырларым, көк тәңірім бізге жеңімпаз күш қайрат берсін. Бұл жорық біздің жеңісімізбен аяқталсын. Жауларыңда
қой шығырыңдар. Таңғұттарды табанымызға таптап, өзімізге ботан етейік. Қаған жасасын! Жасасын, қаған! Қаған жасасын! Жасасын! Қасымыздан алғаш рет ұзап барасың. Қалай болар екен? Ой, апа, не айтып тұрсыз? Мен азамат болдым ғой. Хан әкең сенен көп үміт күтеді. Өзі келіп маңдайынан ескемек болып еді. Мен үлкен азамат болдым, апа. Олай болса хан әкең сияқты бол. Қас батырдың өзі бол. Бара ғой, бар. Балам, жолың болсын. Апа, сіз неге менің оң бетімнен сүймейсіз? Сен анаңның қасынан алғаш рет алысқа ұзап шығып барасың. Соғыстан жеңіспен оралған кезде апаң оң жақ бетіңнен сүйетін болады. Мен де сөйтейін. Жеңіспен оралған кезде сенің сол жақ бетіңнен жақсылап сүйетін болам. Балам, бұл жорықта ерлік көрсет. Төлейдің балаларының артында қалып жүрме. Түсіндің бе? Түсіндім, апа. Қайтсем де олардан кем түспеуге тырысам. Құлыным сол. Бара ғой, балам. Таңғұт еліне жорыққа аттанған моңғол қосындары таңғұттардың аса тегеурінді қарсылығына тап болып, неше мәрте соғысса да айтарлықтай жеңіске жете алған жоқ. Дәл осы тұста Шыңғыс Қағанның денсаулығы күн санап нашарлай берді. Соған қарамастан, ол майдан даласында қосынға өзі қолбасшылық етуді бір сәтте тоқтатқан емес. Таңғұт астанасын қоршап алғанға дейін ол осындай қажыр қайрат көрсетті. Егер олар Таңғұт астанасын тез арада басып алмаған жағдайда, моңғол қосындарын алапат ашаршылық күтіп тұрған еді. Таңғұт елінде Жаңшын қаласынан өзге де біраз шағын қалалар бар. Бұдан басқа жерлердің барлығын біз жаулап алдық. Сүбегетей Қарабалықты басып алды. Біз Жаңшын қаласын қоршап тұрмыз. Қаған, біз Таңғұт еліне хат жолдадық. Олардан сөбігуді талап еттік. Егер Таңғұт ханы берілсе, біз бұл қаланы алуға көп күш жұмсамайтын боламыз. Егер олар беріле салса, онда бұл тәңірдің бізге берген үлкен сыйы болар еді. Қаған! Таңғұт ханы біздің жіберген екі елшіміздің басын кесіп алыпты. Яне хат жазып жіберіпті. Біздің елшімізді өлтіруге қайтып тәті барды. Оқы. Хелан қаласында асыл қазына бар. Сонда барсаңыздар, арбаларыңызды толтырып алып қайтасыздар. Егер Таңғұт елінің жерін алам десеңіздер, мемлекеттің таңбасы Жаңшын қаласында сақтаулы тұр. Солай етсек, Қағанның ойыннан шыға аламыз ба? Бұл жөнде бірдеңе де қиын дегенмен... Оқи бер. Темүжін, сенің моңғол қосындарың біздің Жоңшын қаласына 5 мәрте шабуыл жасап, ала алмады. Қаған, мен саған еліңе қайтып барып, қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап, өз тіршілігіңді істей бер деп кеңес берер едім. Малғұн неме. Сендеріне ақыл қосасыңдар. Ата, маған мынадай бір ой келіп тұр. Ал айта ғой.
Айт. Бізге жеткен мәліметтерге қарағанда, осынау шағын қалаларда көп қосындар тұр. Сол себепті мен олардың барлығын астық және жем-шөппен жабдықтаушы қалалар деп ойлаймын. Бұл Жыңшин қаласында астық қоймасы атымен жоқ деген сөз. Егер біз олардың астық қамбаларын өртеп жіберетін болсақ, олар аштыққа ұшырайды. Сөйтіп, аз ғана уақыт ішінде Жыңшин қаласын басып алатын боламыз. Бұл ақылды саған кім үйретті? Ата, бұл менің өз ойым. Қателескен болсам, ата, ұрмаңыз, өтінем. Көрдіңдер ме? Сендерде баланың ақылындай да ақыл жоқ. 3 күннен кейін таңғы телі өзінің өмір сүруін тоқтататын болады. Қаршадай бала Құбылайдың бұл сөздері елдің бәрін таңғалдырды. Мұнымен ол әскери өнердегі туа біткен дарынын танытып еді. Көзін ашқалы жорық жолында жүрген моңғол қолбасшылары сол күні кеште жаудың осы бір ең осал шебіне шабуыл жасауды ұйғарады. Дала қандай көркем десеңші. Масатыдай құлпырған осынау дала күз келгенде қуарып, ажары тайып, бозамық тартады. Келесі жылы көктемде қайтадан құлпырып шыға келеді. Қаған, 18.000 ғаламдағы бар тіршілік осылай қайталанып отырады. Солай емес пе? Қаншалық ұлы істерді атқарғаныммен, Тәңірім мені еш уақытта мәңгілік дәурендетіп қоймақ емес. Баяғыда мен көкешу бақсыны қуып жібергенім. Бұл менің ел іргесін кеңейту үшін жасаған шарам еді. Сол мақсатпен мен даосизмнің пірі болған Чаңчун Зычужиді арнайы шақыртып алып, одан тәлім алған едім. Одан да көңілім қалды. Дегенмен мына бір нәрсеге көзім жетті. Адам баласының тәні қартайып, ақырында өліп жоғалады. Ал оның рухы көк пен жердің арасында мәңгі өмір сүреді. Иә. Солай. Көк тәңіріне қайтқаннан кейін мені міне мына жерге жерлеңдер. Қаған? Ақырында Құбылайдың айтқаны келеді. Таңғұттың астаналық қаласы Жыңшинге келетін азық-түлік жолы кесілгеннен кейін оларды үрей билейді. Арада 3 күн өтеді. Таңғұт қосындары қоршауды бозып шығуға әрекеттенген кезде моңғол қосындарының қат-қабат қоршауына түседі. Таңғұт қосындары жеңіліс тауып, моңғол әскерлері олардың бас қолбасшысын тірідей қолға түсіреді. Тез! Бас аяқында. Бол! Тез! Бас аяғында! Мынаны Қағанның алдын алып барыңдар. Бас аяқында. Қаған, жаудың бас қолбасшысын алып келдік. Зенді бүк. Сенің атың жома қой. Көтер басыңда. Егер өз еркіңмен берілер болсаң,
қаланың бір тал шөбіне де тиіспейм деген едім. Бірақ сен бейбақ тілімді алмадың. Қасарысып отырып алдың. Талай батырларым өлді. Талай сарбазымнан айрылдым. Енді сені қалай кешірем? Сенің кесіріңнен бүкіл қала зардап шекті. Келіңдер. Мынаның басын кесіп алып, көк тәңірге садақа етіп тартыңдар. Құп болады. Апарыңдар. Жүр. Жол беріңдер. Жол беріңдер. Төлейхан. 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 Жошы ханнан жедел хат келді. Төлей мырза. Төлей мырза. Төлей мырза. Төлей мырза, сізге жедел хат келді. Хабаршы! Хабаршы! Жошы ағам қашан қайтыс болды? Осыдан бір ай бұрын. Бұл хабарды қағанға жеткізуге болмайды. Хабар кетті. Хабар екі бағытқа жіберілді. Бүгін баруға тиіс. Әттеген ай. Қане, аттар дайындаңдар. Бірінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2014 жыл.